Қалайсың? Жақсы. Абзал. Че там? Не жаңалық? Ананы ренжітіп қойдың. Кеше талға шықтық. Ренжісің. Тала деген рахат көрдік. Содан үйге қалып қойдым. Эфирға келдім. Болды ма? Массаждан істемедің. Тамаш. Бір үйде түнемедіңдер. Үйге кірмедік. Үйге келмедіңдер, е? Тауда болдық. Тек осы жыл тауда, е? Тауда. Табиғат аясында, е? Горилла зиян ғой саған, тем более сенің возрастына. Мен возрастында наоборот маған пайдалы. Қай жағынан? Энергияң жоқ па? Қыздардан энергия алмай жоқ қой, горилла үшін энергия алайды. Краскілік дайындайық. Амандас. Саламатсыздар ма? Настроение жоқ мен. Уайымдап отырмын. Нені уайымдап? Маған қанып тұрмыз. Күшті бір үміткер келеді. Еще бүгін жобадан бір қатысушы кетеді. Возможно, мені шығарып жіберетін шығар. Көреміз. Қыз қалай, үміткер қалай? Үміткер ма? Қандайға барады? Жаным. Қайнап жатқан ыстық қаным ғой үміткердің состояниесі. Неге? Бәрі күшті жатқан. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Алдап, халықты алдап. Жоқ алдаған жоқ, мен такси өткеннен кейін қай бір есік Көрмедім де өтік таң қалып, вау деп. дұрыс қой, танысты қаламында танысу керек. Анжақта болған кезде маған айтты, үміткер болып келемін. Жарайды, келіңіз. Пожалуйста. Өмірде емес, осындай шынайы танысайық дедім ғой, халықтың алдында. Кенже, шашында не? Шашында болып кеткен ба? Сен де бар, келесі аслында стресс Қалайсың? Кенже деген аттың мағынасы қандай? Sonra дайрекке жазып жібердім. Оны Кенжебек болмашы? Кенжебек па не? Кенжебек па? Кенжебек па, Кенже ма? Ана мұзафтаға бүйтіп не істеп тұрады ғой ше? Паспортта қандай? Жеке куәлікте Кенжебек деп тұра ма? Енді. Кенже екен ғой, ажен не өтірік айтасың? Он кімдікі? Кірсабын. Кірсабын ба, Исабын ба? Привет. Не жаңалық? Что-то кейін кездері сөйлемей қалдым. Кімден қорқып жүрсің? Ешкімнен. Мен адам баласынан қорқпаймын. Адам баласы сенен қорқу керек, е? Бектес келеді да 10 минут па деп кетеді. Қалайсыздар? Айтпақшы, бүгін бізде жобадан бір қатысушы кетеді. 12-ден НТК-ны бәрімізге қызық кім кетеді. Осы отырмыз айжан. Жастар. Өзіміз бастай береміз ақырында. Қалай? Бастай береміз деймін ақырында. Түсінбедім мен. Өзіміз бастап бояна береміз ақырында көмектесеміз дейді. Біздерізде. Я, соны ғой айта алмай. Сен әппақ одан әрі ағырып кеттің өз? Әруақ болады жатыр. Бүгін біз отырамыз. Ойбай. Ол да ортадамыз дейді мербет. Прикинь. Мербет? Ооо, сүйде салды. Олжас. Олжас айтты. Ha? Олжас айтты. Видео қарап жатқан ғой. Қалай галочка? Жақсы. Пижама галочка. Күшті. Сен қатарына Айсазан қосылыпты. Дұрыс қой, Айсажан екеуміз қазір біріктен жүріп қатысушылар. Кеше ғана сен өзі ерекше болып жүредің ғой. А? Кеше ғана мен деп ерекше болып жүредің ғой. Жоқ, одай емес қой мәселе. Бәрі жақсы, бәрі керемет. Күшті. Үміткер қалай? Өткем жоқ қой. Жалпы. Бүгін келе ма деп отырмын. Не ойлайсың, ә? Көреміз енді қанасы қосылды. Кеше өзімен кішкентай. Таныстық тоқтады. Анамның енді Енді ары қарай өмір жалғасады ғой. Бітіп қалмайды ғой сонымен. күтеміз. Сен уәде беріп едің алдына макияж шығам деп. Оқырмандар жазып жатыр. Оқырмандар жазып жатыр просто. Сен кім Камилада айтты, иә? Сен айтты ғой макияж шығам деп. Почти макияж. Қайсыңдар?
саламатсыз ба? Не, так. үнемі камера келген кезде ұялып қаламын, не айтатынымды Неге? біз тикток түсіріп жатырмыз. Елдердің фактарын угадать етіп. Угадать етіп. Угадать етіп. Не істеватсыңдар? Жанелдің көзіне шөп салып жатсың ба? Кімді? Жанелдің. Жанель бірінші. Жанель не қатысы бар? Өз-өзімен, мен өз-өзімен. Тағы 7500 теңге пайда болыпты, құрметті оқырмандар. Жайық кішкене өте қуанып кетті, кішкене мен Типа менде ғана бар Иә, деген. мен особенно кішкене қалдым да инстаграмға звондадым да галочка беріңдерші кішкене мына жерде субординация білсін ала салдым галочка. Жайық өзі в шоке, кеше группаға жазып жатыр ғой. Сразу же жібердім ғой группаға, Жайық что там деп. Жайық, конкуренция пайда болды саған. Жайық! Конкуренция пайда болды. Конкуренция емес, ауырып пайда болды. Конкуренция ғой. Бізге отдельный нелер жоқ па этот? Бөлмеге там. Жігітке гүл бере аламыз ба? Болмайды ғой, қыз баласы болғандықтан айтып. Енді внимание десе, гүлмен беру деген сөз емес қой. Ұлдардың өзі айтады ғой, внимание десе, сендер внимание дегенді ақшамен салыстырасыңдар деген сияқты қыздардың. Кейбір қыздардың өзі сондай да, вниманиені ақшамен салыстырады, гүлмен салыстырады. Сен Асижанға қандай хадия жасаушы едің? Бәрін білесің, хадия деп. Жоқ, мен еш нәрсе бергім келмейді, жігітке бірінші болып. Қанша жерде қыз бірінші болып, үміткер болып келсе де бәрібір. Ну, енді Айсажандікі дұрыс емес енді. Гүлді алып еще өз жерге. Ол болса қашан донер әпересің? Ештеңе алып бермеймін. Енді әперім керексің, Айсажан болса гүл беріпті. Алып бермеймін. Жігіт алып беру керек. Қалай бартерға гүл алып бересің, ұялмайсың ба? Кеше айттым да. Кеше мен де айттым да. Сторисқа салып тұр қойшы. Қоштасуға кішкене не етсең болады ғой, сатып алып берсең болады ғой деп. Соня көріп вообще в шоке болған. Бартер дегенде мысалы адамның еңбегіне байланысты береді ғой. Сен писалды подписчик болса, саған бартерге зат бермейді. Ол да бір еңбек қой дейсің. Ол мен сені жандасым. Басты ниет деші. Ниет қой, өзім ниетім болып жандас алып жүреді. Ниет арқылы амалдарын салады. Какая разница емес? Бектасқа берді, значит Бектастың активі жақсы. 200 мың подписчигі бар ғой. Галочка аламын бүгін. Сен аласың ба галочка? Че там, братан? Енді осылай моменттар болып тұрады. Жігіттерге поддержка керек дегенде қыздар гүл сыйлайды екен. Меніңше дұрыс емес. Жігіттерде абырой Не бар. сыйлау керек еді? Уақытын сөздерін жетеді жігіттерге. В трудное время, если девушка даст опору, да, поддержку, мужик все сможет. Егер Айкамен не істеп Нормальный тұрын? Нормальный тұр ғой? Қай жерің нормальный тұр? жаңағындай бетім қызарып отыр да. Қабалы жүргізіп қатты. Негізі бұл біздің басты мәселеміз емес, одан да басқа мәселе бар. Ол нәрсені қазір айтатын боламын. Алдағы уақытта ретінде істемеймін. Алиба, братан. Сіздің түріңіз таныс қой. Эфирді көріп жатқан шығарсыздар. Қайтадан Жансая мен Олжастың ауқымды тақырыптары қайта шығуда, талқылануда. Мен білмеймін, мен жеке өзім шынымен бұл әңгімеден шаршадым. Неге Олжас келген кезде Жансая аты міндетті түрде аталады, ал Жансаяға ортаға шыққан кезде міндетті түрде екінші адамның аты аталады. Бірақ ол Жансая Сенька. Өлсе, Айжан жеңіске отыр. Вот мен саған нан тауып бердім. Рахмет Азболат. Толшы сізге. Не бұл? Менде ақша бар ма, наличка? Жігіттерден ақша сұраған қайсасқан. Енді алшы. Кенже саған отказ бере алмайды екен, ә? Мен де бар еді ғой. Кенже саған отказ бере алмайды екен. Білесің ғой? Қалай өзі? Шешілмейді тағы да, прикинь. Прикинь, шешілмейді тағы. Қалай байламасың? Сарғайып кетті қарайған, былай тұрсын.
Теміртауға болмайды. Теміртау болмайды ба? Темір емес қой. Енді Темір емес. күмісқана. Жоқ, күміс емес. Металл? Алюмин десей? Жоқ, бұл пластмасс, сыртында глянц жасалған. Бұл темір емес, бұл пластмасс. Шыннан қарасай. Жайық, сен өзің неге қатты ақылдымын деп ойлайсың? Темір ғой, көрініп тұр ғой қарасай. Бұл міне сол бір үйде қону мәселесі қателеспесем 5-ші сезон қатарымен болып жатыр. Уже айта Алтайда мен де қартайдым. Бірақ менің ойымша Кенже, сен квартирада отыра деген мәселені Жайында қалып қойды. дұрыс емес маусымда қозғаған сияқтысың. Осы маусымда қозғасаң, бәлкім сен қолдайтын беделдің бәрі. Қолдамайын басыма тиді. Кейін қолдамайын болды категориясы. Бірақ 6-шы маусымда сен едің ғой осы тақырыпты бастаған үміткеріңмен. Бірақ ол барған жоқ қой. Болған жоқ ондай ситуация. А бірақ көнсеші баратын едіңдер. Жоқ. Бармайтын едім. Айтты. Білмеймін енді. Күліп тұрсам да жылайтындай бір мәселе, ойларыңызды жаза кетіңіз аслында. Достар, кейде бір түсінікпен, бір ұғыммен өмір сүретін екі адам бір-бірін көрген кезде танымай қалады. Қалай дейсіз ғой? Мына мысалда көрсетемін. Міне ортада Мәди және Зарина. Мәди айтады: жанымды түсінетін бір адам болса өмірінің жартысын қиып берер едім. Бәріне дайынмын қыз үшін, жарым үшін дейді. Зарина тура өз сөзді бірақ еркекке айтады. Жанымды ұғатын, түсінетін бір еркек болса, сол сәтте жары атанатын едім. Бәрі керемет болатын еді. Екеуінің ұғымдары егіз, бірақ бір-бірін көрген кезде танымай қалды және бір түсініспеушілік бар. Есениннің сөзі. Сіз енді өзіңіз Есенинді мысал ретінде келтірдіңіз ғой, иә? Я б навеки забыл кабаки, я стихи бы писать забросил, только тонко касаться руки и волос твоих цветом в осень. Я б повсюду пошел за тобой, хоть в свои, хоть в чужие дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрицаю скандалить. Отрекаюсь скандалить дейді. Мен сенің артыңнан тозаққа да баратын едім деп тұр ғой енді, иә? Бұл жерде менің түсінгенім, және неге Зарина түсінбей отыр, соған бір таңым. Зарина, жігітте Зарина мені қаламайды деген үлкен комплекс тұр ғой, әлі көрген жоқсың ба? Бәріне дайынмын, бірақ ол мен үшін ештеңеге дайын емес екен деген үлкен қорқыныш бар ғой. Иә, обстоятельстваға байланысты қаяқтан жаттап алдыңыз деп отыр. Көп тақпақ жаттайсың да, соң кейін обстоятельстваға тығасың. Өте оңай жауап. Өтпір сұрақ па? Негізі құлаққа біреу айтып жатыр деген күмәні бар, күдігі бар. Жоқ, олай емес.